Жаңа жылдың қарсаңы, ғажайып пен сыйлықтардың уақыты, аңсаған армандар орындалатын уақыт. Миллиондаған қазақстандықтар мерекеден күтетін үміттермен бірге дастархан басында жиналатын уақыт. Қазақ Ойл армандарыңызды орындайды. Жыл сайынғы акцияға жаңа жылдық арман тілектер жазылған. 4000-нан астам хат келіп түсті. Ал жаңа жылда біз арман етілген 9 тілекті орындаймыз. Менің есімім Ғазиза. Мен Алматы қаласындағы 28 петель клубының үйлестірушісімін. Қазақ Ойл компаниясы біздің тілегімізді орындап, 150 000 теңге қаражат бөлді. Бұл қаржыға біз ерім-жіп сатып алып, шала туылған балаларға әдемі киім-кешектер тоқып береміз. Менде балаларға арналған мектеп не музыкалық орталық ашсам деген арманым болатын. Биыл оны салып бітірдім. Өзім осы ауылда туып өскен едім. Балалардың қуанғаннан төбелері көкке екелі жетпеді. Бұл олар үшін үлкен мүмкіндік. Біз оларды дұрыс музыкаға үйретуіміз керек. Пианинасыз әрине бұл қиын. Қазақ Ойлдың арқасында біз электронды пианиноға қол жеткіздік. Мен өте ризамын. Сіздерге көптен көп рахмет. Менің есімім Диана Батищева, ал бұл менің ұлым Дамир. Мен әңгімелер құрастыра бастадым. Дәл солай, Дамир кейіпкерлерді олар бастан кешкен жағдайларды ойлап табады. Карантин уақытында өзіміз кітап жазсақ деген ой келді. Оны әуелі жай А4 қағаздарында қарапайым әріптермен бастық. Иллюстрациясында өзіміз жасадық. Мен Қазақ Ойл компаниясына осындай керемет мүмкіндік үшін алғыс білдіремін. Бұрын алыс болып көрінген арманымыз дәл бүгін жүзеге асқанына ризамын. Мен жай ғана өзімнің қалауымды айтып хат жазған едім. Менің кітабым 100 данадан шығып, көптеген қазақстандық балалар онымен таныса алады дегенге бастапқыда сенбеген едім. Әуелі бұл кітапты өзім үшін, өзімнің үйдегі кітапханам үшін жазған болатынмын. Арман мақсатым осы балаларға арналған еңбегімді жарыққа шығарып, әр балғынның қолына ұстату еді. Бұл нағыз сиқыр болды. Қазіргі заманда осындай жақсылық жасау ізгілік іс. Қазақ Ойлға үлкен рахмет. Әрбір қазақстандықтың жүрегінде ғажайыпқа сенімді ұялату үшін армандарды орындаған аса маңызды.